Ассаламуалейкум өзіміздің жігіттер. Мынау өткеннен бері менің жасаған инкубаторым. Инкубаторым үлкендеу. Көп жұмыртқа салатын қылып жасадым. Бұны жасағанда да жасап артынан переделка жасадым. Сондай нелерін. Енді бүгін тесттен өткіздім. Компьютердің блок питаниясын питаться етіледі, және 220 дейді. Мынау терморегулятор. Қазір 38 ұстап тұр. Мынау өзі жаңағы светті, ішіндегі жылулықты бақылап тұрады. Мынау гигрометр деген. Мынау влажностьті бақылайды. Оның да несі бар. Ал мынау реле регулятор. Мына коробканың ішінде қырғын тоқ бар, 8 контактының ішінде реле бар. Соған алады команда береді. Команда берген кезде бұл келеді де моторға береді. Мотор айналады. Айналған кезде мына жерде микропереключателер бар. Концевик келеді. Мынаны басады. Қазір лоток былай тұр. Сөйтеді, 1 сағаттан кейін команда беріп, мына лотта былай тұрады. Так, қосамыз. Так. Запуск. Қазір лоток айналып жатыр, ішіндегі тірсі тоқтады. Лоток қазір былай бар. Мынау ішінен жел шығып кетеді. Жаңағы ішінде кулер бар. Мынау машинаның стеклоподъемниктің моторы, мощный мотор. Осындай конструкция құрып, осылай істедім. Мынау қазір 60 минут дегені 1 сағат, 2 сағат, 3 сағатқа қойуға болады. Так. Бұл жерден ашып ішіндегі балапандарды қарауға болады, ішінде не болатқан. Мына жерде мынау ауа сорады, мынан влажность бар. Мынан астында вентилятор бар, кулер. Ал іші жылы, әрі влажность бар. Бұны жасап, артынан влажность алу қиын болды. Бірақ су қойдым. Одан жаңа бірдеңелер өзгертіп, әйтеуір қазір стабильный влажность алып тұрмын. Влажность жұмыртқаға. Ал мынау менің бір осылай жасап шығарғаным, мына жерден ашпай су қоя қояды. КамАЗдың бір несі ғой, солярка шақыратын, шлянгі качать ететін, солярка качать ететін. Мынаның шықырғын тоқ быжынап тұрған. Осыны істеп енді шығардым. Енді тек жұмыртқа салу қалды. Осындай жағдай.